Билік бизнеспен бірге бүгін тұңғыш рет еліміздің ұлттық кәсіпкерлік палатасы құрылды. Алғашқы отырыста палата мүшелері бірауыздан Тимур Құлыбаевты алқа төрағасы қызметіне тағайындады. Ал Атамекен одағының басшысы Абылай Мырзахметов палата басқармасының басшысы болып сайланды. Отырыс аясында ел үкіметі мен Атамекен одағының бірлескен шешімі рәсімделді. Сондай-ақ аталған құрылымды ұйымдастыру мәселелері талқыланды. Алдымызда үлкен жұмыс тұр. Осындай үлкен жаңа айтып кеттік, алқамен, үкіметпен қойған қолтық жұмыс жасауының арқасында, мәжіліс депутаттарын қолдауының арқасында меніңше үлкен осы алға қойған мақсатты орындаймыз деп сендіремін. Алдағы айда өздеріңіз білесіздер, заң бойынша барлық 16 облыста 16 біздің ұлттық палатаның өңірлік палаталар құрылу керек. Өңірлік палаталардың әр аудан орталығында өзінің филиалы болады. Ендігі мақсат отандық кәсіпкерлердің басын бір шаңырақ астына жинау. Осы ретте еліміздің барлық өңірлерінде палата филиалдарын ашу жоспарлануда. Палата алқасының төрағасы Тимур Құлыбаевтың айтуынша, аймақтық кеңестік құру жұмысы алдағы қазан айында аяқталады.